Баршаңызға ассалаумағалейкум. Жалпы бүгінгі видеода мен бір аптада 20 мың доллар тапқан позицияларыма общий разбор жасап кетсем, қалай алдым сол барлығын көрсететін боламын. Назарларыңызға бірінші евро. Жалпы евродан біз общий контекстті қарайтын болсақ, лонговый ситуацияда келе жатқан етін. Получается, бізде жоғары жақта равно максимумдар ретінде ликвидностьтер қалып кеткен, как подсказка. И после коррекции, вот, мынау коррекциядан кейін, то есть ликвидность шешті, агрессивный выход, после этого тағы бір коррекция, часовой имға перекрытие, и осы часовой имдің ішінде манипуляция алған болатынмын. Және де осы жақта мен бірінші позициямды ашқан етінмін. Бірінші позиция 15 минуттық таймфреймнен ашылған етін. Позицияны қарайтын болсақ, вот, ликвидность шешеді, после этого shift'тан кейін уже реакцияда мен не істеймін, маркетпен сделкаға кірем. Стоп данный лоудың астына, цель равны максимумдарға, бірінші цель данный максимум и основной цель данный глобальная цель. Келесі күні тоже бір сделка алған болатынмын. Ол через азиатский лоуды Франкфурт шешкеннен кейін реакция алған болатын. Получается, ол позиция уже 5 минуттың таймфреймнен алынған етін. Қазір көрсетем модели фоданы. Получается, лонговый структура, коррекция, азиатский лоумен жұмыс, после этого бірінші 5-минутный инвертация, и после этого уже маркетпен зажимать еткен болатынмын. Цель данный максимумға қоюға болады, бірақ ликвидность шешкеннен кейін, сәл сомнительный болғаннан кейін, определенный РРмен фиксировать етуге тура келді. Получается, 2 РРмен фиксировать еттім. Хорошо. Енді келесі позиция ол бізде қарайтын болсақ, келесі күні болған болатын. Получается, бізде ол среда. Қарасақ әлі общий контекст long, данный move меньше коррекция, часовой имка перекрытие, осы жақта часовой манипуляция, и после этого цель данный максимумға. Вот. Так, младший таймфреймнен сделкаға кірген болатынмын. Давайте бірінші 15 минутный таймфреймді қарайық, и после этого көрсетем. Қарайтын болсақ, жалпы сделка қалай болды? Получается, бізде бір манипуляция бар, және де мына жақта Нью-Йоркта тағы бір манипуляция алған болатынбыз, и после этого реакцияда мен сделка ашқан болатынмын. Стоп данный лоуда, цель мен үшін ВДХ. Қарайтын болсақ, бірінші новости не істейді, ВДХ-ны барып шешеді, мен целімді алады, и после этого уже реакция кетеді. Хорошо, бұл күн тағы бір прибыль. Енді бұл күннен кейін, получается, четверг күні ешқандай позиция алынған жоқ, себебі бізде пока что информация нулевой болды. Қарайтын болсақ, Франкфуртта данный ликвидностьпен жұмыс жасайды. Қарасақ, бізде против не тұр, часовой имп тұр, сделка ашу уже қиындау. После этого азиатский максимумға закреп болғаннан кейін дальше қарастырайын десе, бізде противоположный мына жерде 4-часовой имбаланс пайда болған етін, 4-часовой имбалансқа перекрытие жасады, және де цена реакция алды. Шортқа ашу тоже опасно, потому что бізде против тағы да часовой имп бар. Получается, бұл күні уже полностью скип болған етін. Хорошо, бұл күні скипать еткеннен кейін мен қандай информация алдым? Агрессивный реакция, после этого тағы да бір коррекция, ближайший цель мен үшін PDL, Дексиде, получается, цена данный фракталмен жұмыс жасаған, еврода локальный фракталмен жұмыс жасаған, получается, как SMT, және де часовой имбаланс пайда болған. Именно мен қарап отырған брокерде часовой имқа перекрытие жасалмаған, но уанда да бізде часовой имқа перекрытие жасаған азиатский. Получается, соны тоже қарай отырып, мен позиция алған болатын. Давайте позицияны көрейік. Ол 5 минутный таймфреймнен алынды. Қарасақ, бізде данный 5-минутный имп не істейді, инвертация болады, и после этого уже после инвертации мен не істеймін, сделка кірген болатын. Инвертация, и данный зонада мен уже зажимать еткен болатын. Стоп данный максимумда, цель PDL-де қарайтын болсақ, өте тамаша сделка болған. 2R алып кеткен болатын часы. Хорошо, евродан жалпы осындай сделка. Келесі давайте енді ER40-қа кірейік. ER40 жалпы свинг поза созылған болатын. Изначально менде бірінші цель, то есть основной цель данный лоуда тұрған етін. Ну, цена өте қатты боковикке түсіп кеткеннен кейін мен уже ближайший лоудан фиксировать етуді жөн көрдім. Қарасақ, бізде бір снятие, келесі тағы бір снятие бар, и после этого цена, то есть данный лоуда мен, то есть данный движение мен сделка кірген болатынмын.
После этого цена тағы коррекцияға түседі, полностью ликвидностьтарды тазалайды, реакция, тағы бір снятие, и после этого уже полноценно менің тейкіме жеткен болатын. Қарайтын болсақ, шартовый ордер флоумен цена чистый түрде неседі, жеткізді. Хорошо. Модели фода. Модели фода 15-минутный таймфрейм. Данный реакцияда мен маркетпен ашқан болатынмын. Стоп. Данный максимум жоғары тұрды. Цель ПВЛ-да. Хорошо. Давайте енді келесі. Келесі золото. Золотоны қарайтын болсақ, ситуация қандай. Получается, старший таймфрейм бізде лонговый. Және де мен қандай последний информация алдым. То есть данный лоу ликвидностьпен жұмыс жасайды. Астына равный минимумдарды тағы да келіп шешеді. Азияда и реакция кетеді. Және де бізде часовой мына жерде имбаланс пайда болған етін. Цена часовой имбалансқа перекрыть жасайды. После этого 15 минут имты инвертация жасағаннан кейін 15 минут таймфреймде мен не істеймін? Маркеттен зажимать етем, стоп данный лоуға қойылады, цель равный максимумдарға. Данный максимумға созуға болатын еді атаққа, но мен үшін данный максимумдар уже устраивать еткеннен кейін осы жерде фиксировать етуге тырыстым. То есть тейкті осы жерге қойдым. Хорошо, золотодан осындай тамаша сделка. Давайте енді келесі бізде фунт. Фунтта евромен тоже похожая ситуация. Общий контекст лонговый. Жоғарыда бізде равный максимумдар қалып кеткен етін. Получается, данный мув бізде ликвидностьтар тазалайды. После этого агрессивная реакция, тағы бір равный максимумдар, как подсказка ретінде. После этого цена тағы коррекцияға түседі, часовой имқа перекрытие жасайды. Часовой имптің ішіне манипуляция, и после этого цена несейді данный максимумдарға реакция алады. То же самая ситуация, 15 минутный таймфрейм, как евродағыдай ситуация. Қарайтын болсақ, бұл жерде уже данный реакцияда несейді, сделка ашылды. Реакция кетті, обратно коррекция, сделка ашылды. Стоп данный лоуның астына, цель изначально данный максимумға қойылған етін, бірақ уже мына жерде мен неседім, қолмен фиксировать еттім. Какой-то бір долларларға несегім келген жоқ. Пересиживать еттім келген жоқ. Хорошо. Тағы бір позиция алынған болатын, ол уже внутри дня. Получается, азиатский лоу бізде часовой фракталный жұмыс жасайды. Және реакция кетеді. Обратный қарайтын болсақ, часовой имбаланстар пайда болған. 30 минутын енді ашып көрейік. Бұл жерде тоже самое минорный ликвидностьтармен жұмыс жасаған екен. 15 минутный таймфреймде бізде не істейді? 15 минутный фракталмен жұмыс жасайды. Және де осыдан кейін реакция кетеді. Бұл жерде тоже самое 5 минутный таймфрейммен сделка ашылған болатын. Қарайтын болсақ, 5 минутный инвертация болады. Және де обратная реакцияда мен не істеймін? Сделка ашам, стоп данный лоуға қойылады. Цель мен үшін данный максимум. КДХ десем болады. Вот осындай тоже почти 2,5% прибыль алған болатынмын. Жалпы общий 20 000 доллар прибыль осындай позициялар арқылы бір аптаның ішінде алынған болатын. Жалпы полностью позициялардың логикасын және де модели фодаларды полностью түсіндірдім деген үміттемін. Сіздерден керегі максимальная поддержка. Жалпы поддержка көбірек болатын болса, алдағы уақытта бұдан да күшті контенттер болады. Обещать етем. Сол себепті сіздерден максимальный поддержка күтетін боламыз. Хорошо. Барлықтарыңызға сәттілік, амандық тілеймін. Келесі видеоларда жолыққанша аман сау болыңыздар.